Құрметті қазақстандықтар, біз 3 ай бойы коронавирус инфекциясы Қазақстанда тарамау үшін күресіп келгеніміз сіздерге мәлім. Денсаулық сақтау министрлігі, ел үкіметі, жергілікті атқарушы органдар вирусты кіргізбеу және таратпау мақсатында барынша тер төкті. Өкінішке орай, тыңғылықты тексерістерден соң 2 отандасымызда коронавирус анықталды. Қазақстан азаматтары Германиядан ауру жұқтырып келді. Бас санитарлық дәрігердің алдын ала бекіткен шешімімен олар инфекциялық стационарға жатқызылды. Постановлением главного государственного санитарного врача данные пациенты были помещены в инфекционный стационар. Азаматтарда клиникалық белгілер байқалмайды. Өздерін жақсы сезінеді. Барлық тиісті шаралар жасалып жатыр. Олар халықтан оқшауланды. Бақылау жүргізілуде. Басты назарға аларымыз, біз дайынбыз. Қажетті мөлшерде төсек орындар тұр. Дәрі-дәрмектер, дезинфекциялайтын құралдар жеткілікті. Медицина қызметкерлеріне түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бекітілген хаттама бойынша қалай қызмет қылуды біледі. Оған қоса, отандастарымызда қандай да бір сұрақ болса, біз арқылы жауабын таба алады. 1406 колл-центріне хабарласыңыздар. Тек қана ресми ақпаратқа сенуді сұраймыз. Денсаулық сақтау министрлігі сайтында барлық жайт жазылды. Баршамызға зор денсаулық тілеймін. Біз мықты ұлт екенімізді ұмытпайық. Тағдырдың тезінен аман-сау өткенбіз. Бұл қиындықтарды да абыроймен еңсереміз. Деніміз сау болсын. Біз біргеміз. Рахмет.